Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше дәмді тағам дайындайтын боламыз. Балық пен картопты әдемілеп қуырып, дәмді етіп жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Алдымен осылай балығымызды алып, жақсылап, ішін тазалап, жуып, турап аламыз. Өздеріңіз білетіндей, балық еті адам ағзасына өте пайдалы тағам болып саналады. Балықтың құрамында А, Д, Е дәрумендерімен қатар кальций, йод, темір, мырыш және де адам ағзасына керекті элементтер бар. Көзіміздің көру қабілетін, жүйке жүйемізді және де өмір сүру ұзақтығымызды жақсартады. Өте пайдалы тағам. Аптасына 2 рет тұтынып тұрсақ, өте пайдалы ағзамызға дәрумендер барып тұрады. Сол үшін көбірек теңіз өнімдерін тұтынуға кеңес берер едім. Міне қыздар, осылай балығымызды бөлшектеп, турап алған соң, бір ас қасық тұзымызды салып, араластырып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз маринадтап. Сосын ұнымызды және бұрышымызды салып араластырамыз. Бұл жерде негізі қара бұрышқа қарағанда, кәдімгі қызыл бұрыш паприканы араластырсаңыз, өте дәмді болып шығады. Осылай ұнға аунатып, майымызды қыздырып, балықты екі жағын аунатып жақсылап қуырып алатын боламыз. Мінекей, балығымызды осылай қызартып, екі жағын әдемілеп қуырып алған соң, картопымызды ашып, жуып тазалап, әдемілеп майдалап тураймыз. Мінекей қыздар, картопымызды осылай майда етіп турап алған соң, қызып тұрған майға жақсылап қуырып, дәміне қарай тұзын сеуіп, жақсылап пісіріп аламыз. Сол уақыт аралығында мен жуtsайды жуып тазалап, әдемілеп майдалап турап алдым. Картопымыз пісейін деп жатқан уақытта 5 минут қалғанда жуtsайымызды салып, картопымызбен бірге кішкене бұқтырып аламыз. Сонымен біздің тағамыз дайын болатын болады. Осылайша жуtsайды жуып, әдемілеп турап алған соң, бір пиязымызды ашып, әдемілеп тұрып, домалақ етіп турап алдым. Бетіне, тамақтың бетіне орналастыратын боламын. Міне қыздар, бізде осындай өте дәмді тағам дайын болды. Видео ұнаса, маған лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіз.